Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Лейла. Бүгін біз 5-ші сыныптағы жай бөлшектерді қалай көбейту керек және аралас сандарды қалай көбейту керек туралы үйренеміз. Ең біріншіден біз қандай тақырыптарды қамтитынымызды қарап алайық. Сіз мұнда жай бөлшектер натурал санға көбейтуді үйренесіз, бөлшекті бөлшекке көбейтіп үйренесіз және аралас сандарды көбейтіп үйренесіз. Енді бұл жерде бізге ең керек білім ол қысқарту туралы, өмірімізді жеңілдету үшін қысқарту туралы білімдерімізді көбейтіп алғанды жөн деп ойлаймын. Ең бірінші деп айта беретін болдық қой. Жай бөлшекті натурал санға көбейтуден бастайық. Біз мұнда есеп көріп тұрмыз. 21 көбейтілген 49-дан 18 дейді. Бұл есепті қалай шығару керек? Біз бірінші дәптерге әрине көшіріп алуымыз керек. Бұл қалай жазылады? Мысалға 21 көбейтілген 18 бөлінген 49 дейміз. Мынау бөлу дегенді білдіреді. Бөлшек сызық бар ғой. Сонда біз 49-дан 18 деп те оқимыз, немесе 18 бөлу 49 деп түсінуге болады. Мынандай жалғыз тұрған санды біз тек қана алымына көбейтеміз. Көбейткенде тек үстіне сонда жазып жүре береміз. 21 көбейту 18 дейміз, бөлу 49. Осылай барлығын шығара береміз. Енді бұның барлығын көбейтіп жатпай-ақ қысқартайық. Қысқарту деген яғни алымынан және бөліміндегі бір санды бірдей бір санға бөлінетіндей жасау. Мысалы 49 7-ге бөлінеді, 21 де 7-ге бөлінеді, яғни 7-ге екеуін қысқартуға болады. 49-ды 7-ге бөлсем 7, 21-ді 7-ге бөлсем 3 болады екен. 18 7-ге бөлінбейді, сондықтан осылай қала береді. 18-ді енді 3-ке көбейтсек 54 дейміз, 54 бөлінген 7 дейміз. 54-ті 7-ге бұлай қалдырып кетуге болмайды. Сондықтан біз 54-ті 7-ге бөлеміз. Неше 7 бар 54-тің ішінде толықтай? 7 бар, Сонда бөлімі ешқашан өзгермейді. Оны жаз қоямыз. Сонда 7-ге 7-ні көбейтсем 49 емес па? 54 болу үшін неше жетпей тұр? Ол үшін 54-тен біз 49-ды азайтамыз. Сол кезде 5 шығады. Осылай есебіміз шығады. Ал келесі мысалға үшіншіні көрейік. Үшіншіні. Осындай есеп көрдіңіз дейді, тестте отырсыз. Қалай шығарасыз? Біріншіден берілгенін жазып алу керек. 25 бөлінген 48 көбейту 60 дейміз. Әрқашан көбейту және де жай натурал санды осылай ортасына қарай жазу керек, сызықтың. Енді мынандай ұзын сызық сызып қояйық, бөлшек сызықты. Астындағы 48 қала береді. Үстіне, яғни алымына біз 25 көбейту 60 дейміз. Яғни натурал санды біз тек қана алымына көбейте береді екенбіз. Болды, осы ең секрет деп айтсақ. Енді 48 қандай сандарға мысалы бөлінуі мүмкін мына жерде қарап тұрсақ. 48 бізде 8-ге бөлінеді және 6-ға бөлінеді. 60 бізде 10 мен 6-ға бөлінеді. Екеуін 6-ға да бөлуге болады деген сөз. 60-ды 6-ға бөлсек 10, 48-ді 6-ға бөлсек 8 болады. 25 8-ге бөлінемін? Жоқ. 10 мен 8 қысқарамын? Қысқарады. Оны тағы да 2-ге қысқартуға болады екен, Сонда бұлай бөліп жүреміз. 8-ді 2-ге қысқартсақ 4 болады, 10-ды 2-ге қысқартсақ 5 болады. Ал енді қанша шығады екен? Мына жердегі 25 қала береді. Көбейту деймін. Мына жерден тек қана 5 қалады. 5 деп қояйық. Астында бөлімінде тек қана 4 қалды. Болды. Енді бұны үстіп қалдырып кетуге болмайды. Ештеңе қысқармағандықтан біз енді көбейтуді бастаймыз. 25-ті 5-ке көбейтсек 125 болады. Оны бөлемін 4-ке деп жазып қояйық. Тең. 125-дің ішінде 4 неше рет бар? Ол үшін 125-ті 4-ке бөлемін. Сол кезде 31 4 бар екен 125-дің ішінде. 31-ді 4-ке көбейтсем, себебі 124. 125 болу үшін неше жетпей тұр? 1 жетпей тұр, Астындағы бөлімі ешқашан өзгермейді. 4, көрдіңіздер ме? Ал енді тағы да біреуін ғана қарастырып кетейік. Сосын сіздер номер мысалға 1 деп айтатын болсақ, номер 1-дің 7-сін комментарийға жауабын жазып кетіңіздер. Жауабын жазғанда былай істеп болады. Мысалға 31 бүтін 4-тен 1 дегенді 31 сосын бір орныста кетіп 1 бөлу 4 деген сияқты істеп жауабын жазып қоюға болады. Ал енді 5-шісін шығарайық. 1 бөлу 75 көбейту
75 дейді. Бұл жерде 75 пен 75-ті осы жерде қысқартып кетуге болады, себебі бірге көбейтіліп тұр екен, бірақ та біз кішкене ұзын жолын қарастырайық. 1 көбейту 75 дейміз. Мына жерге бөлу дейміз, мына 75-ті астына жазып қоямыз. Ал енді қысқартатын дүние бар ма? Я, мына 75 пен 75 өздеріне бөліне салады, сонда мына жерде 1 қалады, мына жерде 1 қалады. Сонда 1-ді 1-ге бөлсем, бізде қайтадан 1 болады екен. Болды, осылай шығады. Ал енді келесі, біз жай бөлшекті натурал санға көбейту туралы мына ережені оқитын болсақ, бұл ережеден бөлшекті натурал санға көбейту үшін мына бөлшектің алымын натурал санға көбейтіп, не осы екен, нәтижесін алым етіп жазамыз. Яғни 25 көбейту 60 деп. Ал бөлімін өзін қалдырып кету керек деді ме? Бөлімін ештіп 48 деп қалдырып кете саламыз. Бүкіл жерде солай. Мысалға, мына жерде 27-ні жазып қоямыз да, көбейту 38 дейміз, және де бөлу 57 деп шығара береміз. Оңай, е? Басқа есептерді өздеріңіз үшін шығарып қойғандарыңыз дұрыс. Ал енді екіншісі, аралас санды натурал санға қалай көбейтеді? Бұл да оңай. Аралас санды натурал санға көбейткен кезде түрі қорқынышты сияқты көрінеді. Мысалға, көшіріп жазайық, ең біріншісін 3/4-1. Бірақ шығарғанда бұл өте оңай. Осындай есеп келіп тұр дейік, сіздерде тестте болсын, есепте болсын. Сіздер не істейсіздер? Біз ешқашан аралас санды лезде көбейте алмаймыз. Бізге аралас санды әрқашан тек қана дұрыс емес, яғни бұрыс бөлшекке келтіру керек. Ол қалай? Біз ол үшін мынаны қайтадан жазуымыз керек. 4-ті жазып қоямыз, қайтадан бірақ жаңалап. Бөлімі әрқашан өз қалпы қала береді. Біз бөлімді мына санға көбейтуіміз керек, осы жерде тұратын толық санға. 4-ке 3-ті көбейтсем 12, үстінде тұрған алымына қосамыз. Яғни мына жерде көбейту, мына жерде қосу болады. 4-ті 3-ке көбейтсем 12, 12-ке 1-ді қосам, 13 болады. 13, сосын көбейту 8 деймін. Мына жәнегі біз өткен қайтадан жай бөлшекке натурал санды көбейту емес пе? Сондықтан біз жай мынада жазып қояйық. 13 көбейту 8. Ал бөлімінде 4 қала береді. Қысқаратын нәрсе бар ма? 8 бен 4 4-ке қысқарады екен. Мына жерде 1 қалады. 8-ді 4-ке бөлсек 2 болады. Сонда 13 көбейту 2 бөлінген 1 деп алайық. 13-ті 2-ке көбейтсем 26, 26-ны 1-ге бөлсем 26 деп қоямыз. Оңай, е? Ал енді үшіншісін көрейік тағы. Мысалға, енді сізде натурал сан бірінші тұр дейік. Ал аралас сан екінші тұр делік. Бұнда қайтеміз? Бұл да оңай. 4 көбейту деп қайтадан жазуымыз керек. Ешқашан аралас санды қалдыр кетпеңіздер көбейтуде. Көбейткен кезде тек қана дұрыс немесе бұрыс бөлшекке ғана көбейтуге болады. Сондықтан біз мынаны басқаша жазамыз. Бөлімін жазып қоямыз, 2-ден дейміз. 2-ні 1-ге көбейтеміз. 2, мына 1-ге қосамыз, 3 болады. Сонда 2-ден 3 екен. Енді бұл қайтадан жай сан, яғни натурал санмен бөлшектің көбейтіндісі екен. 4-ті үстіне көбейтем 3-ке, ал астына 2 деп жазып қоям. Тең болады 12 бөлінген 2. Немесе мына жерден қысқарта салу керек еді, және 4 пен 2-ні. Мынаны 1 болушы еді, мына жерде 2 болушы еді, 2-ке қысқартсақ. Сонда мұнда 6 шығушы еді. Бәрібір мына жерден де қысқартуға болады. 2-ге қысқартсақ, мұнда 1, мұнда 6. Сонда 6-дан 6 бөлу 1 болады, тең болады 6. Оңай, е? Енді 5-шісін тағы да шығарып көрсетейік та, ал 7-шісін номер 2 деп қояйық бұны. Номер 2-нің 7-шісін комментарийға жазып көріңіздер. Мүмкін дұрыс шыға ма, жоқ па, комментарийда айтып жүреміз. Көбейту 6 дейік. Ал мұнда не істейміз? Егер де білетін болсаңыз, паузаға қойып есепті шығарыңыз. Ал мен қазір осы жерде қарай шығара беремін. Біз мынаны басқаша жазуымыз керек, яғни бұрыс бөлшек ретінде. 8-ді жазып қоямын. 8-ге 2-ні көбейтем 16, 16-ға 3-ті қосам 19. Көбейту 6 деймін, тең болады. 8-ді былай астына жазып қояйық. Үстіне 19 бен 6-ны көбейтем, не? 6 мен 8-ді қысқартуға болады екен. Екеуде 2-ге қысқаратыны көрініп тұр, өйткені жұп сандар. Мына жерде 3 болады, 8-ді 2-ге бөлсем 4 болады. Сонда 19 көбейтілген 3
бөлінген 4 екен. Ал енді 19-ды 3-ке көбейтсек неше болады? 57, е? 57 бөлінген 4 дейміз. Мынау бұрыс бөлшек. Осыны енді аралас санға келтіре беруге болады. Ол үшін 57-ні 4-ке бөлемін. 57-ның ішінде 4 14 рет бар. 14-ті 4-ке көбейтсек, 4 жаз қойық мына жерге. 56, ал 56-дан 57-ге дейін бір ғана жетпей тұр, сонда 14 бүтін 4-тен 1 екен. Мына жетіншісін комментарийға жасап көріңіздер. Ал енді біз келесісіне көшейік. Келесі бөлшекті бөлшекке көбейту. Осындай есеп келіп қалуы мүмкін. 2 бөлшек тұрады, бір-біріне көбейту керек. Немесе 3 бөлшекте тұру мүмкін, немесе 4 бөлшек. Бірақ та біз қазір ең басты базасын үйренейік. Ең бірінші есеп шығарайық. 4-тен 1 көбейтілген 3-тен 2. Бұл енді ең оңай шығар. Осындай жай ғана 2 көбейту көрсеңіз, жай ғана осылай ұзын бөлшек сызық қояйық та, алымы мен алымын көбейтеміз, бөлімі мен бөлімін көбейтеміз. Осылай іс бітті деуге болады. Қысқартатындарды қысқарту керек. Мысалға 4 пен 2 қысқарады екен, 2-ге. Мұнда 1-ден, мұнда 2-ден берем. Сонда үстінде, яғни алымында 1 болса, бөлімінде 2-ке 3-ті көбейтсек, 6 болады. 6-дан 1. Оңай, е? 4-сін шығарып көрейік. 4-сі. 45-тен 27 көбейту 54-тен 15. Бұны қалай жазамыз? Жаңағыдай айтқандай, алымы мен алымын көбейтіп жазып қоямыз. 27 көбейту 15. Ал астына, яғни бөліміне 45 көбейту 54 дейміз. Ал енді мұнда қысқаратын заттар бар. Мысалға 5-ке бітіп тұрған сандар 5-ке қысқаратынын біз білеміз. 15-ті 5-ке бөлсек 3, 45-ті 5-ке бөлсек 9. Бұны 15-ке де қысқарт жүр болушы, жарайды. 9 мен 27-ні қысқартуға болады, е? Екеуін де 9-ға қысқартуға болады. Мұнда 1, мұнда мысалға 3. 54 пен 3 қысқарады. Қалай бір қойдық? 5-ке 4-ті қосамыз 9, яғни 9 цифраларын қосындысы 3-ке бөлінетін сан болса, онда ол 3-ке бөлінеді деген сөз. 54 пен 3-ті бұлай қысқартып жіберейік. Мынаны 3-ке бөлсем 1 болады, 54-ті 3-ке бөлсем 18 болады. 18 бен 3 қана қалды. 18 бен 3 өзі де қысқарады екен тағы да. Өзі қысқара беретін есеп келді ғой. Мұна жерге 1 қояйық, ал 18-ді 3-ке бөлсем 6. Тең болады 1 бөлінген 6. Яғни 6-дан 1 екен. Оңай, е? Жай ғана қысқарту көп болып кеткендіктен осындай бір шимақ сияқты көрініп тұр, бірақ та біз көреміз, мына жерде 1 тұр, мына жерде 1 тұр. 1-ге 1-ді көбейтсем 1, мына жерде 1 қалды, мына жерде 6 қалды. 6-ға 1-ді көбейтсем 6 болды. Өздеріңіз жасап жатқан кезде дәптермен шынымен де қызықты ғой, осылай есеп шығарып отырған. 7-шісін көріп кетейік. 15 бөлу 16 көбейтілген 8 бөлу 25 дейік. Тең. Бұны да өйстіп ортасынан сызық жібереміз да, бөлшек сызық. 15 көбейту 8, 16 көбейту 25 деп жазамыз. Осыдан біз қысқартатын дүниелерді тауып алайық. Мына 5-ке бітіп тұрғандықтан екеуі. Өйстіп 5-ке қысқарт жүрейік. Мұнда 3 болады, мына жерде 5 болады. 8 бен 16 8-ге бөлінетін көрініп тұр. Мұнаны 8-ге бөлсек 1, мұнаны 8-ге бөлсек 2 болады екен. Ал енді қалған сандарын көбейте саламыз. 3-ке 1-ді көбейтсем 3, 2-ге мұна 5-ті көбейтсек 10 болады екен. Сонда 10-нан 3. Енді 10-шысын, мұнаны номер енді 3 деп белгілеп қойық. Номер 3-тің 10-шысын комментарийға жазып көріңіздер, шығарып. Біз енді осы бөлшекті бөлшекке көбейту туралы ережені қарастырайық. Бөлшекті бөлшекке көбейту үшін олардың алымдарын көбейтіп, алым етіп жазып, бөлімдерін көбейтіп, бөлім етіп жазу керек. Біз жаңағыдай істегендей. Мысалға, 4-ке 1-ді көбейтеміз, алымдарын көбейттік, алым етіп жаздық. 9-ға 2-ні көбейтеміз, бөлімдерін. Содан оны бөлім қылып жазамыз. Сосын қысқартатындарды қысқартып, әйтеуір
жауабын тауып аламыз, иә. Ал енді келесіге дайын шығарсыздар. Үшіншісі, аралас сандарды көбейтеміз. Аралас сандарды көбейту үшін біз оны тура жәнегідей бөлімдер, жай бөлшектерді қалай көбейтеміз, сондайға келтіріп алу керек. Ешқашан аралас санда, жай ғана аралас санды бір-біріне көбейте салуға болмайды. Аралас санды біз бұрыс бөлшекке келтіруіміз керек. Мысалы, мына ең бірінші есепті қарайық. 2,2-ден 1 көбейтілген 1,5-тен 3. Осында есеп келсе, осыдан жалғыз бірде бір есепке қалсаңыз, қалай шығарамыз деп ойлайсыздар? Егер де білсеңіздер, паузаға қойып, шығарып, сосын тексеріп көріңіздер. Ал егер де білгілеріңіз келсе, ары қарай көре беріңіз. Мысалы, енді кетеміз. 2,2-ден 1 берілді, біз оны бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. Ол үшін бөлімін жазып қоямын, бөлімі өзгермейді. Енді алымына не жазамын деп ойлайсыз? Алымына мына 1 емес, басқа нәрсе жазбаймыз, былай істейміз. Мына бөлімдегі 2-ні мына 2-ге көбейтеміз, 4 болады. Сосын оны мына 1-ге қосамыз. Яғни бірінші көбейту, сосын қосу болады. Яғни жай ғана аралас санды бұрыс бөлшекке келтіру болады. 2-ні 2-ге көбейтсем 4, 4-ті 1-ге қоссам 5. Көбейту деп жазып қояйық. Мына жерде аралас санды бұрыс бөлшекке келтіреміз. Бұл заң. Бұны ойлап табылған жоқ, бұл солай шығады. 5-ке 1-ді көбейтсек 5, оған 3-ті қоссақ 8. Ал енді мынау кәдімгі бөлшекке бөлшекті көбейтуге. Сол үшін алымдарын көбейтеміз. 5 көбейту 8, ал мында 2 көбейту 5-тен. Осы жерде қысқаратын нәрселер бар. Мысалға 5 пен 5 қысқарады, 1-ден берем. 5-ке 2-ден де қысқардық. 8 пен 2 2-ге қысқарады. Мына жерде 1-ден, мына жерде 4-ден. 1-ге 4-ті көбейтсем 4, 1-ге 1-ді көбейтсем 1. Сонда 4-ті 1-ге бөл деп тұр. 4-ті 1-ге бөлсем 4 болады. Осылай шығады екен. Кәне үшіншісінде көрейік, дұрыстап тағы да бір жаттығу жасап көру үшін. 7,2-ден 1 көбейту 2,15-тен 4. Сіз тура жаңағыдай істейсіз. Аралас санды бұрыс бөлшекке келтіреміз. Ол үшін бөлімін бірінші жазамыз, бөлім өзгермейді, мұнда да өзгермеді, мұнда да өзгермеді, мұнда да өзгермейді деген сөз. 2-ні 7-ге көбейтем 14, 14-ті 1-ге қосам 15. Көбейту. Келесінің бөлімін бірінші жазып аламын. 15-ті санға көбейтемін. 15-ті 2-ге көбейтсем 30, сосын үстіндегі алымын қосамын. 30-ға 4-ті қоссам 34 болады екен. Тең болады. Енді кәдімгі жай бөлшектерді бір-біріне көбейту сияқты болып тұр. Сондықтан алымына көбейтем деп жазамын. 15 көбейту 34. Ал бөліміне 2 көбейту 15. Қысқартатын дүние бар екен көріп тұрмыз. 15 пен 15-ті қысқартып жібереміз. 15-ге мына жерде 1, мына жерде де 1. 34 пен 2 де қысқарады екен. Мына жерде 1 болса, 34-ті 2-ге бөлсек 17 болады. 17. 17-ні 1-ге көбейтсем 17. 1-ді 1-ге көбейтсем 1 болады. 17-ні 1-ге бөлсем 17 шығады екен. Болды, осылай шығады. Ары қарай 5-ті де көріп кетейік, сосын 7-шісі комментарийға қалдырып кетеміз. Өткен жолғы есеп номер 3 болып еді, енді мына есеп номер 4 болсын. 5-ші. Ал менімен жарысып есеп шығарып көріңіздер, егер де қазір қағаз, немесе қағаз бен ручка ұстап отырсаңыздар, қағаз бен қалам 1,3-2 тең болады. Ал ең бірінші бөлімін жазып қоямыз. 25-ке 4-ті көбейтсем 100, 100-ді 2-ге қосам 102. Көбейту 3-ті жазып қоям. 3-ті 1-ге көбейтем 3, қосам 2, 5 болады. Тең. Ал енді жаза беруге болады. Кәдімгі көбейту сияқты. 102 көбейту 5 деймін.
ал астына 25 көбейту 3 деп жазып қоямын. Тең болады. Қысқартатын нәрселерді қарайық. 25 пен 5 көрініп тұр. 5-ке қысқарылатыны. Мынаны 5-ке қысқартсам 1, мұнда 5 болады. 102 мен 102 3-ке қысқарады деген сөз. 2-ке 1-ді қоссам 3 емес пе? Сол үшін 102-ні 3-ке бөлсем, мына жерде бірінші 1 болады. 102-ні 3-ке бөлсем 34 болады. Ал енді жауабы не болады? Мына 34 пен 1 көбейтіледі. 34 болады. 5-ке 1-ді көбейтсем, бөлімі 5-ке тең болады. Мынау бұрыс бөлшек екен, үсті үлкен. Сол үшін 34-ті 5-ке бөлем. 34-дің ішінде толық 5 6 рет бар. Бөлімі өзгермейді. 6-ға 5-ті көбейтсем 30, 34-ке дейін 4-еу жетпейді. Сонда 6 бүтін 5-тен 4 болады екен. Тағы да 7-шісін комментарийға жазып, жарысып шығарып көріңіздер. Ал біз келесісіне көше берейік. Келесісі дегеніміз ол мына ереже. Ережеде не жазылып тұр екен? Аралас сандарды көбейту үшін аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазып, бөлшекті бөлшекке көбейту керек. Біз шынымен де бұны аралас сандарды бұрыс бөлшекке келтірдік, яғни бөлімін санға көбейтеміз да келесі санға қосамыз. Болды. Содан 9-дан мысалға 1-ден шығады. Сосын олар кәдімгі бұрыс бөлшек болғаннан кейін көбейте береді екенбіз. Ал енді келесісі бұл кішігірім ақпарат. Мұнда былай жазылып тұр. Егер көбейткіштердің бірі 0-ге тең болса, онда көбейтінді де 0-ге тең. Яғни біз білеміз ғой, 7-ге мысалға 0-ды көбейтсем, 0 болып қалады. Сол сияқты, мына жерде де біз көріп тұрмыз. Жақшаның ішінде бір сан болады деп есептейміз. Мысалға, бұл санды сіз білмейсіз, жоқ деп ойлайсыз. Бұл санның ішінде 0 тұр дейсіз. 8-ге 0-ды көбейтсем 0 болады. Ал енді осындай есеп шығару үшін сіз тек қана мына ішіндегі бүкіл санды, бүкіл өрнекті 0-ге теңестіре саламыз. Себебі 8 мынаның іші 0-ге тең болып кетсе, 8-ге 0-ды көбейтсем 0 болады. Енді қай саннан 14-тен 3-ті азайтсам 0 болады. Тура осындай саннан x тең болады 14-тен 13. Яғни 14-тен 13-тен 14-тен 13-ті азайтсам, 14-тен 3 азайту 14-тен 3 тең болады 0. 8 көбейту 0 тең болады 0. Осылай сияқты біз кішкене болсын біліп қаламыз. Ал енді осымен бүгінгі тақырып бітті. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.